1959 жылы 5 қыркүйекте Қала көшесіне алғашқы трамвай шықты. Бұл Теміртау көлік жүйесінің дамуындағы жаңа дәуірдің басталуы еді. Содан бері қаланың трамвай паркі айтарлықтай кеңейді. 1961 жылы трамвайлар қаланың ескі бөлігіне қарай жүре бастады. 1964 жылы өндірістік базадан жылу электр орталығына дейін бағыт ашылды. 1966-1968 жылдары кокс химия өндірісіне жаңа бағыт ашылды. Ал 1991 жылы рельстер 8-ші шағын ауданға жетіп, қалалық көлік құрылымының маңызды бөлігіне айналды. Қазір Кармет компаниясы трамвай желісін қалпына келтіру бойынша ауқымды жұмыс жүргізуде. Жоба негізінен тозған жол учаскелерін күрделі жөндеуді, электр бөлігін және байланыс коммуникацияларын толығымен ауыстыруды, сондай-ақ аспалы жүйені жаңартуды қамтиды. Бұл жаңа трамвайдың тиімді жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Трамвай қозғалысын қайтару бұл техникалық жетістік қана емес, сонымен қатар қаланың мәдени бірегейлігін сақтаудағы маңызды қадам. Трамвай әрқашан Теміртаудың қалалық өмірінің ажырамас бөлігі болды, және оның құрылысы болашақ үшін жаңа бағыт ашатын қала дамуындағы жаңа кезеңді бейнелейді. Теміртау қаласының тұрғындарын трамвай паркінің 65 жылдығымен құттықтаймыз. Трамвай очень удобный. Вообще пассажирам, вот, например, Башмачка 3-го А не на чем добираться, до восточной части города. Он очень удобен. Нужно возобновлять, чтобы чтобы трамвай ходил, очень хорошо будет. Трамваи мне очень нравились. В детстве мы очень часто с семьей ездили, это было очень классно. Я думаю, что трамваи нужно восстановить, так как наше все население Темиртау очень любит трамваи, все их запомнили с детства, и это очень хороший вид транспорта для передвижения по нашему городу.